Сол тойды көп көрдіңдер. Не болды қазір соңында? Не болды? Өліммен бітіп жатыр бәрі. Осы тойды көре алмағандарсыздар. Не болды қан? Артық өлім болып жатыр, қызық емес болды. Сіз тойдыңызшы, ойнатамын. Неге гиф ойнатпасқа? Мен сонда түк істемей отыра беруім керек пе? Үйде. Халық әшейін телефонға лайк басып, үйде отыру күнде неше түрлі сөздерді жазып. Сіз тойды 5 жылға, 2 жылға артқа тастауға қарсысыз негізі. 2 жыл запрет беруге. Әрине қарсымын. Тойсыз өмір сүруге дайынсыздар ма? Тойға қарап қалған түгім жоқ. Бізде той іске әншілер кейбіреулер не алады ғой. Қазынасы ғой. Қазақтың қазынасы. Тойда кездесесің. Ең соңғы сұрақ, Instagram қанша табыс әкеледі? Осыған жауап бермейміз біз. Енді қараңдар. Гиф дегенде дұрыс түсініңіздер. Иә, соны айта кетіңізші. Гиф ойнатамын. Неге гиф ойнатпасқа? Мен сонда түк істемей отыра беруім керек пе? Үйде. Гиф ойнатамын. Гифтан маған түсіп жатқан пайдасы бар. Бірақ мен халықтан ақша жинап жатқан жоқпын. Міне осы сәтті түсіндіре кетші. Халық әшейін телефонға лайк басып, үйде отыру күнде неше түрлі сөздерді жазып. Бірақ әшейін бір ғана лайк басса болды. Несібесі ғой берді. iPhone беріледі. Болмаса біреуіне барып қаншама ақша беріледі.